Бүгін облыстық ардагерлер кеңесінің 7-ші есеп беру сайлау конференциясы өтті. Конференция жұмысына мемлекеттік орган басшылары, бастауыш ардагерлер ұйымының жетекшілері, аудандардан келген делегаттар қатысты. Жиында кеңестің 2011-2015 жылдардағы жұмыс қорытындысы, тексеру комиссиясының есептері баяндалып, алдағы жоспарлар пысықталды. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев ардагерлердің қоғамдық істерді атқарудағы маңызды рөліне тоқталып, олардың әлеуметтік жағдайын жақсартуға баса көңіл бөлінетінін айтты. Ардагерлеріміз қашанда жоғары құрметке лайық. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев түрлі өмір өткелдерін басынан кешіріп, өскелең ұрпаққа жөн сілтейтін қарттардың жастарға тәлім тәрбие беру мен қоғамдық істерді атқарудағы рөлін атады. Ал олардың әлеуметтік жағдайын жақсартуға былтыр 1 миллиард теңге көлемінде қаржы қарастырылса, биылғы көрсеткіште сол деңгейден кем болмайды. Қандай бір экономикалық дағдарыстар, қиыншылықтар болмасын, біз сіздерді қолдауға әр уақытта қаржы табамыз. Ең негізгі біздің енді міндетіміз, мақсатымыз мынау өңірдегі бірде-бір ардагер көмексіз, қолдаусыз, қараусыз қалмау керек. Бұл шаралардың барлығы бір тек қана мынау ардагерлер күніне болмаса бір мерекелердің қарсаңында ғана болмау керек. Ол әрдайым жүріп отыру керек. Өткен 5 жылда атқарған жұмыстар бойынша есеп берген кеңес төрағасы Кеңес Бірмановтың айтуынша, бүгін күні облыста 82 мыңнан астам ардагер бар. Олардың 460-тан астамы Ұлы Отан соғысының ардагерлері. Барлығы дерлік тұрғын үймен қамтылған. Еңбек ардагерлерінің әлеуметтік жағдайы да басты назарда. Қарттардың кез келген мәселелері жергілікті билікпен бірлесе шешіліп келеді деген кеңес төрағасы бастауыш ұйымдардың да жұмысына тоқталып өтті. Зейнеткерлерді бастауыш ұйымдармен қамту, олардың көңіл күйін, тұрмыс жағдайын өз назарларында ұстау жөнінен нәтижелі жұмыс жасауда Шалқар, Ырғыз, Алға, Қырамтау, Мұғалжар, тағы басқа да аудандық ардагерлер ұйымдарының жұмыстарын атауға болады. Біз әрқашанда ардагерлер ұйымдарының жұмысының нәтижелігі көбіне көп қалалық, аудандық, селолық округтардың басшылықтары мен кәсіпкерлер мен басқа да қоғамдық бірлестіктер мен өзара қарым-қатынасты жақсы жолға қоя білуде екенін естен шығармауымыз керек. Қазіргі кезде ардагерлер ұйымдарының құрылымында Ұлы Отан соғысы және тыл ардагерлерінің үлес салмағының азаюына байланысты зейнетке жаңадан шығып жатқан, салыстырмалы түрде айтқанда жас зейнеткерлермен жүргізетін жұмыс тәжірибесін ойластыруымыз керек. Ардагерлер кеңесі жанындағы тексеру комиссиясы мүшелері де есеп беріп, қарттарға әрдайым көңіл бөлінетінін жеткізді. Денсаулықтарын тексеріп, түрлі шипажайларда демалдыруда қалыпты жолға қойылған. В отчетном периоде были созданы и работают клубы деловых встреч. Есепті кезеңде ардагерлерге арналған іскерлік кездесу орталықтары, шахмат, бильярд клубтары құрылып жұмыс істеуде. Енді Ақтөбеде ардагерлер үйі болғанын қалаймыз. Облыс әкімі конференцияға қатысқан ардагерлердің кейбір ұсыныс-тілектеріне де жауап берді. Әсіресе соғыс жылдарында еңбек еткен жандар үшін ескерткіш қою мәселесіне орай жауапты басшыларға тапсырма беретінін айтты. Сондай-ақ қарттардың қоғамдық көлікте жүру ақысына да қатысты жауап берді. Қазір біздің қала әкімшілігі, содан кейін тиісті басқарма осы жұмыспенен айналысып жатыр. Мына 22 наурыздың қарсаңынан бастап төлейміз. Оның бір енді бір заңды жақтары болып жатыр. Біз соған байланысты шешімі кешіп жатқанымыз сол. Бірақ оны төлейміз. Бірақ кімге қажет, сол алады. Облыстық ардагерлер кеңесінің 7-ші есеп беру сайлау конференциясына қала мен аудандардан 47 делегат келді. Кеңестің жаңа құрамына 29 адам сайланды, ал тексеру комиссиясына 3 адам өтті. Ардагерлер ұйымы республикалық қоғамдық бірлестігінің 7-ші съезіне біздің облыстан 5 адам баратын болды. Ануарбек Мырзатайұлы, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.